Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін дүниетану бүгінгі сабақтың тақырыбы менің мектеп. Мынау біздің мектеп. Біз күнде таңертең мектепке асығамыз. Мектеп біздің екінші үйіміз. Онда біз білім аламыз және бір-бірімізбен ойнаймыз. Мектепте ішкі тәртіп болады. Яғни біз сол тәртіпке бағынып, мектепте жүгірмеу керек, бір-бірімен алысып ойнамау керек, дөрекі сөйлемеу керек, сабақтан кешікпеу керек, сабақ арасында дәлізде бос жүруге болмайды. Сатымен көтерілгенде немесе төмен түскенде тек қана оң жақпен ғана жүру керек. Міне осындай ереженің барлығын біз сақтап жүруіміз керек. Әлемде ғажайып мектептер көп деп саналады. Соның бірі Камбоджадағы Кампонг-Лонг ауылындағы суда қалқып тұратын мектеп. Бұл мектеп басқа ғимараттар сияқты суда қалқып тұрады. Оған оқушылар лекенге отырып немесе қайыққа отырып барады екен. Мына суреттен сендер Вирджиния штатындағы Рестон қаласындағы Террасет мектебін көріп тұрсыңдар. Ол жер асты мектебі. Мектеп жер астында орналасқан. Мына суретте ашық кеңістіктегі мектеп. Ол Данияда орналасқан. Бұл мектептің бір ерекшелігі, мектепте сыныптар арнайы қабырғалармен бөлінбеген. Бұдан да басқа ғажайып мектептер бар. Мысалы, көшпелі мектеп, үңгірдегі мектеп. Мынау осындай ғажайып мектептер туралы ақпарат білгілерің келсе, интернет желісіне жүгінуге болады. Ал мектепке барар жолда біз міндетті түрде жолды кесіп өтеміз. Ол үшін біз жол ережесін жақсы білуіміз керек. Кейбір балалар мектепке автобуспен, велосипедпен келеді, немесе жаяу келетіндер болады. Әсіресе жаяу келетін балаға жол ережесін білу өте маңызды. Жолдан міндетті түрде арнайы жүргіншіге арналған жолақ арқылы өту керек. Бағдаршам болатын болса, бағдаршамның жасыл түсі жанғанда жолдан өтуге болады. Ал егер бағдаршам жоқ болатын болса, онда біз не істейміз? Бірінші, біз сол жағымызға қараймыз. Көлік жоқ болса, жолдан ортасына келгенде оң жаққа қараймыз. Оң жақта да көлік жоқ болатын болса, жолды кесіп өте беруге болады екен. Сонымен қатар біз жол белгісіне де назар аударуымыз керек. Жол белгісі негізінен 4 топқа бөлінеді. Ескертуші белгі. Ол қызыл жиекпен көмкерілген үшбұрыш. Ол алда қандай да бір қауіп бар деген ақпарат береді бізге. Келесі белгі, ол дөңгелектің шеті қызыл жиекпен көмкерілген. Ол тыйым салушы белгіде, яғни қандай сурет тұр, қандай бейне тұр, соның жүруіне тыйым салынады. Адамның бейнесі болатын болса, адамның жүруіне болмайды. Ал егер көліктердің бейнесі болатын болса, көліктерге жүруге болмайды деген білдіреді. Сілтеуші белгі адамға қажетті нысанның қайда екенін көрсетеді. Яғни жақын маңда автобус, троллейбус, трамвай аялдамалары бар, немесе дәріхана, жер асты жолы, жаяу жүргінші жолы бар деп адамға қажетті нысанды көрсетіп тұрады. Енді рұқсат беруші белгі
ол атынан да айтылып тұр. Суретте бейнеленген заттардың, яғни бейнелердің жүруіне рұқсат беріледі деген сөз. Мектепте кімдер қызмет жасайды? Мектепте медбике, дәрігерлер жұмыс жасайды. Мектепке дәрігер не үшін қажет? Яғни баланың денсаулығын қарап, олардың тазалығын қарап отыратын осы медбикелер. Ал мұғалім ол ең негізгі мамандық иесі, мектептегі оқушыларға білім береді. Одан кейінгі аспаз. Аспаз дәмді тағамдарын балаларға осы мектептегі барлық ұжым мүшелеріне дайындап отырады екен. Сонымен бірге тағы да бір өте ерекше маңызды мамандықтың бірі мектептегі ол еден жуушы. Барлық мектептегі тазалыққа жауап беретін осы еден жуушылар болады екен. Сонымен қатар мектепте күзетші болады. Күзетшінің міндеті бөтен адамның мектепке кірмеуін қамтамасыз етеді және ішкі тәртіпті бақылап отырады екен. Енді мына суретте сендерге осы аталған мамандықтарға қатысты суреттер тұр. Мысалы, әртүрлі астар, шприц, тақта, камера және тазалық сақтау үшін керекті заттар. Міне осыны әр мамандыққа сәйкестендірейік. Жақсы. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар.